Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ әдебиеті пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім көркем әдебиет және эпикалық сарын. Бізде орындау уақыты 15-20 минут. Тапсырма бізде берілген үзінді идеясының ұлттық ерекшелігін талдап жазыңыз деген. Жеті жұрт көшіп кеткен соң, атамыз қазақ баласы қонып мекен еткен жер. Мыңнан жылқы айдап, жүзден нар байлап, дәулеті қалың біткен жер. Ақ борықтай иілген кейінгі туған баланың, ұстамай ма деп білегін, шая ма деп жүрегін, шашын мұртын қойдырып, ащы суға тойдырып, бұза ма деп реңін, адыра қалғар заманның, мен жаратпаймын сүреңін. Осы жерде берілген үзінді идеясының ұлттық ерекшелігін талдап жазыңыз деген. Мұрат Мөңкеұлының үш қиян өлеңінде ұлттық ерекшелік қазақ халқының байлығы, дәстүрі мен еркіндігі арқылы көрінеді. Ақын қазақ жерін, ата-баба мұрасын сақтауға деген ұмтылысын білдіреді. Ол заманның өзгеруінен қорқып, болашақ ұрпақтың құндылықтарды жоғалту қаупін сезінеді. Ащы суға тойдырып, бұзама деп біреңін. Бұл әрине өлең жолдарында жалпы айтылған. Ащы суға тойдырып деп отқанымыз, яғни арақты айтып отыр, сыраны айтып отыр. Бұзама деп біреңін деп, сол ащы суға тойдырып деген осы сыра беру арқылы адамды өзгерте ма, осы қазақтың салтын жоя ма деген сияқты мақсатта жазған екен. Екінші тапсырма. Жоғарыдағы үзіндіден көркемдегіш құралды тауып қолданысын талдаңыз. Автордың стилін ажыратыңыз деген. Көркемдегіш құралдар психологиялық параллелизм өткен мен қазіргі заманның айырмашылығын көрсетеді. Және де бұл жерге перифраз қолданылған. Ақ борықтай иілген тіркесі арқылы адамның әлсіздігі суреттеледі. Ирония бұл адыра қалғыр заман жолдарында заманның құлдырауы сыналады. Ақынның стилі сыни әрі ұлттық болмысқа алаңдаушылықпен жазылған. Құрметті оқушылар, осымен біз тапсырманың барлығын толықтай аяқтаймыз. Бізде берілген балл 8 балл. Осы 8 балдың толықтай 8 балын жинап өттік. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда БЖБ 2 тапсырмаларын сіздерге арнап шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.